Жихад жасап, сауапқа кенеліп, мұсылман бауырларымызды құтқарамыз деп, алданып, Сириядан бірақ шыққан азаматтар аз емес. Сондай оқиғаның бірі 2013 жылы Орал қаласында болған. Мәрзия Медетованың қызы күйеуінің Ресейге барып жұмыс істеп табыс табамыз деген сөзіне сеніп, 3 перзентімен бірге оның артынан ерген. Алайда артынша Түркиядан, одан әрмен Сириядағы майдан шебінен бірақ шыққан. 2017 жылы Иракқа сатылып кеткен. Ал 2019 жылы Мәрзия Медетованың қызының 3 перзентін арнайы операция кезінде Қазақстанға алып келіп берген. Ендігі ананың соңғы тілегі Иракта жазасын өтеп жатқан қызының мерзімін Қазақстанға ауыстырып берсе екен деп мемлекеттен өтінеді. Мәрзия Медетованың қызы 31 жасында жұбайымен бірге Сирияға кеткен. Олар өздерімен бірге 3 баласын да алып кеткен. Өкінішке қарай олардың үлкені 10 жастағы ұлы Сирияда қаза болған. Мәрзия ханымның айтуынша, қызы Сирияда жүрген кезде тағы бір сәби дүниеге әкелген. Бүгінде оның жасы 9-да. Осужденный қыздың мамасымын. Біздер деген связьда бармыз. Қызымызбен балдарын қалай өсіп жатқанын көріп отыр. Хочу сказать, тоже тяжело в этой жизни. Ошиблись. Дети за родителей не отвечают. Поэтому сейчас я воспитываю 3 детей, хотя сама в возрасте. И хочу от всех родителей, от всех родных попросить вас сделать огласку, чтобы вернули наших девчат. Каким образом, как, чтобы посодействовали. Вчера мы были в МИД, да. Я понимаю, они тоже уехали незаконно, конечно, но тем не менее, они граждане Казахстана. 2,5 года мои дети были вместе с матерью, были в тюрьме. Они, когда приехали, не смотрели ни на кетчуп, ни на майонез, потому что они как гуманитарку пили там. Как гуманитарную им приходила эта еда. Они его ели, пили. 6 гражданок Казахстана. У них статьи за пособничество терроризма. Их осудили в Ираке, но там были грубые нарушения норм международного права. То есть не было участия адвокатов. Они сейчас, вот наша сторона, консул, в том числе консул Рустам Жуматов, говорит, что якобы у них их судили по шариатскому суду, то есть пересмотра не будет. На самом деле их не судили по шариатскому суду, так как Республика Ирак не шариатская страна. Они не все были же в Ираке. Некоторых их, получается, они же вот в Курдистане же были, Сирия, да, там, получается, их продали иракцам. Их продали иракцам, и иракцы сказали, что якобы они собираются их депортировать в свои страны, и они поверили, то есть подписали документы, там, чтобы на выезд, и все, оказалось, что это они просто подписали то, что даже не знают. И, получается, здесь их задержали в Ираке и осудили за это, за то, что они там. На самом деле они не воевали, ни муж не воевал, ни она не воевала. Это наигрубейшая ошибка говорить, что женщины это там пособничество терроризма. Это просто женщины, они просто сидели дома. В шариатской стране им не дозволено было даже в этой стране, ИГ, как они там провозгласили, что якобы у них там шариат был. И там они даже без сопровождения мужа не имели права даже в магазин выходить. О какой речи может вообще идти, что они там воины, что они пособники терроризма. Вот. Қазіргі уақытта Ирак түрмесінде 6 қазақстандық әйел қамауда отыр. Еркіндік тынысы қоғамдық қоры олардың жазасын Қазақстанға ауыстыру үшін жұмыс жүргізуде. Алайда олардың нақты қандай қылмыс бойынша және қанша мерзімге сотталғаны белгісіз. Адвокаттардың айтуынша, басқа көршілес елдердің тәжірибесіне сүйенсек, олар өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бізде сыртқы істер министрлігінен бізде қазіргі таңда ешқандай да көмек көрсетіліп жатқан жоқ. Ауызша айтады, біз сізге көмектесеміз дейді. Біз енді айтып жатырмыз, бізге сіздер официальный органсыңдар. Біз жаққа мынандай бір қағаз керек, мына кісі Иракқа бару керек. Ана жерде приговорлар болмаса да, ар жақта иракский адвокаттар бар, переводчиктарын нанимать ету керек. Оны бізге мынау бас прокуратура өзі айтып жатыр, барыңыздар сол жаққа. Бірақ та бізде мына кісі қорқып отыр. Бұл жаққа барғанда бұны да жауып тастаймын деп, тоже пособничество терроризмге. Ондай қағаз, рұқсаттама қағазды бізге тек қана сыртқы істер министрлігі бере алады, басқа ешқандай бере алмайды.
Я вот просто еще хотела озвучить одну фамилию, чтобы, ну, для журналистов, да, вот для информации. То есть я написала жалобу, заявление, что возбудили уголовное дело против консула Жуматова. То есть на протяжении 8 лет, получается, Жуматов не работал же. То, что у него не имеется приговоров наших граждан, да, это уже его бездействие. Дело принял следователь в антикоррупционном комитете, то есть в Казахстане, Гречко Андрей Владимирович, следователь по особо важным делам. Мәрзия Медетова бүгінде қызының 3 баласын жалғыз өзі тәрбиелеп отыр. Жасы ұлғайған ана үшін ең үлкен арман қызын елге қайтарып, немерелерін анасымен қауыштыру. Дулат Абдраманов, Мерей Кенжеғали, арнайы QR News үшін. Балдарды 19 жылы мына неге алып келді Астанаға. Сосын ана кіші қызға ДНК жасады. Енді так как ол деген ана Сирия жақта дүниеге келген қыз болғасын. 99-да 8 көрсетті. Менің енді қызымның қыз екені белгілі болды. Сосын сол алып кеттім. Ол балалар деген енді қазір үлкені, есептеңіз, үлкені қазір 18-де 19-ға толады дейін. Екіншісі 16-ға толады. Кішісі 9-ға толып кетті. Атыстай бәрін көрген енді бомбежканы. Келген жылы енді не ғой, жаңа жыл болады, бірақ та ескертіп айттым балдарға. Осыдан қазір салюттер атады. Қорқып қалмаңдар. Енді кішкентай кішірек қой, онда 4-те оғыз. Кішірек қой. Ана ортаншы бала кішкене не болды? Салюттер болғанда біртүрлі қарап, бүйтіп жан-жаққа не етіп, мен ескертіп айтып қойғанның өзінде. Сол. Жоқ, қазір жақсы, сабақтар күшті. 1 жыл отырдым енді, екеуі